Баршаңа қайырлы күн. Қол енді босады. Сондықтан да түнгі содаға қош келдіңдер. Өзіміздің бүгіндік призімізді алып, и дальше саудамызға кірісейік. Так, 5 минут таймфреймге кіріп, ситуацияларды қарастырып шығамын. Дәл қазір бізде евро, NSD-USD валютная парасы тұр. Внебиржевой котировкасы жоғарғы жақта бізде ликвидностьтар жиналып тұрғанын көріп тұрсыңдар. Одан бөлек бізде мына жақта имбаланстың бар екенін ашық көріп тұрсыңдар. Бізде мына жақта лонговая зона бар. Ол біз мына жақтағы ордер блокымыз көріп тұрғандарындай. Осы ордер блоктан бізде баға жоғары реакция беру керек. Но все же қазір бізде в принципе мына жақта ликвидность бар. Негізі бұл ордер блок мына жақта болған еді. Осы жақтағы мысалға осы жердегі жерінен бізде өздерін көріп тұрғандай реакция бар. Реакция болды. Ордер блоктың бүкіл теласы мына осылай белгіленеді негізі. Қараңдар. Да? Яқта бізде реакция болған ордер блоктан бір емес бірнеше көріп тұрғандарындай. Ал енді уже бізде бірнеше тест болғаннан кейін уже неактуальный болып қалды, и потом уже негізі дұрыс белгілеуі мына жақта. Мына жерде біздің ликвидность бар. Осы ликвидностьке қарай келіп, баға ликвидность шешу керек. Оның астыңғы жағында енді без базара, бізде rejection блок тұр, который бізде ликвидность шешкен көріп тұрғандарындай. И бұл жерден бізде соответственно қазір реакция алып жатыр баға көріп тұрғандарындай жоғары қарай. Так, пока что бізде закреп болып жабылды. Келесі сәл төмен жақтағы лой. В принципе, мына жақта бізде ордер блок бар. Пока елу-елу болып тұр, потому что жоғарыға да үстіге де кететін вероятностьтары бар. Кое-какое бізде қозғалыс болады rejection блоктан, но все же қай жерге дейін екенін біз нихуя білмейміз. Сөздің ашығына келгенде, бірақ мына жақтардағы ликвидностьтар бағанағы біздің имбалансымыз жоғарғы жақтағы бізді смущает. Қазір бізде мына жақта закреп болсын, и уже уверенно сделкаға кірсек болады. Заодно мына жақтағы біздің ордер блокқа бағаның реакциясын проверим, да, заодно. Вот. Бағаны төмен жіберетін зона жалғыз осы ордер блок емес, мына жақтағы біздің rejection блок тоже ликвидность шешкен көріп тұрғандарындай. Бағаны төмен қарай жіберіп жатыр. Өздерін көріп тұрғандай бізде свип болып жабылды. Сол арқылы бізде рынок өзінің төмен қарай разворот алғысы келіп жатқанын көрсетті. И сол арқылы мен сразу подтверждение күткеннен кейін бағаны бұл жауабын теориясы арқылы сразу сделканы ашып жібердім. Ал енді сделканың результатын көреміз. Но все же бірақ бағанағы факторды еске алыңдар. Бізде мынау жақтағы rejection блоктан лонговая реакция алуымыз мүмкін еді. Мүмкін еді емес, негізі мүмкін по идее. Вот. Бірақ енді ол реакция уже болып қойып, мына жақта бізде осылай жабылған екен біздің мынау қызыл свечамыз медвежий. И қазір бізде келесі мына жақтағы лоу деп ойлаймын енді. Көрейік қазір. Мына жерде көрінбей тұр, просто закреп бар ма, жоқ па. Мына жерде бірақ по моему предположению закреп жоқ. Свип болып жабылған. Значит, разворот болу керек мына жақтағы хайға дейін деп. Көрейік. Вот. Прям как и я сказал. Но в принципе опасно, очень опасно было. По идее, қараңдар бізде бағана көрсетамын сендерге. Мына жақта свечной не бойынша, анализ бойынша закреп жоқ. Мінекей. Жақсылап қарайтын болсақ, бізде закреп жоқ, свип болып жабылды. Значит, келесі жоғары жақтағы хай. Баға разворот болып кетуі мүмкін. И заодно біздің разворотты растап тұрған мына жақтағы біздің rejection блок, который бізде баға успешно кеп тест болған. Так что қазір бізде разворот болып жатыр. Көрдіңдер ғой? Біз ертерек, яғни моментте дұрыс сделка ашып, үлгердік қой ситуацияға қатысып ше. Соның арқасында бізде прибыль бар. Өздерің көріп тұрғандай 649 общий прибыль. Бұл жерде біздің таза пайдамыз $260 екен. Вот. Көріп тұрғандарындай. Сорлы екен ғой. Бәсе неғып мен процент аз беріп жатыр десем, 67 пайыз екен ғой. Құрай болып түгдік. Так, бізде 5 минуттық таймфрейм, LBP-USD валютная парасы. Сверху много чего было. Бізде мына жақта ликвидность бар. Баға ол ликвидностьті қазір шешті. Мына жерде бізде свеча қалыптастырып разворотный форматтағы. Қазір бізде разворот басталып жатыр. Приблизительно астыңғы жақтардағы ішкі ликвидностьтарға дейін разворот болу вероятності бар. Единственное, которое я вижу, лонговая зона, осы біздің бұл
sell to buy'ımız өздерің көріп тұрғандай. Бірінші sell. Ой, өптігідік. Дұрыс айттым бей? Тоқта. Бірінші sell, одан кейін buy. Бірінші sell манипуляция, одан кейін buy манипуляция. Дұрыс айттым. Өздерің көріп тұрғандай, баға қазір бізде жоғары реакция алып кетті. Мына жерден өздерің көріп тұрғандай тиді ма? Тиді. Жоғары реакция кетті ма? Кетті. Значит, мен сендерге құлақтарыңа лап шайлап жатқан жоқпын. Бұл реально работающий как ордерблок ретіндегі, короче, не ғой, свеча ғой, жалпы зона ғой, короче, работающая зона. Вот. Бірақ бізде закреп болып жабылды, увы. Мен давайте қазір по тренду деп сделканы төмендеп ашып жіберейін. Но все же бірақ мына жақтағы біздің бағалардың жүруіне қарайтын болсаң, 1, 2, 3, 4-ші қызыл свеча кетіп жатыр екен негізі. Ал біздің мынау неміз, импульсіміз, то есть коррекциямыз өте аз. Яғни бір-ақ свечамен аяқталған коррекция. Ну енді в любом случае, короче, былай көрімге кетті, қозғалысты мен осылай кетіп, сәл біраз жоғары жүріп, одан кейін барып төмен кеткен болса, төмен ашуға болатын еді. Просто қазір ашқан болсаңыз сделканы, заодно бізде мына жақта қазір не бар? Заноза в заднице бар, бұл бізде бағаны жоғары қарай жібереді. Одан бөлек баға өзінің жақтан бізде новая коррекция не қылып, короче, создавать етіп, 50% тест болып кетсе бәле де, ну, пофиг. Астың жақта ликвидность шешілді. Соның арқасында бізде қазір жоғары реакция алып жатыр. Ай, біз осы минус боламыз ау қазір. Ай, бағаламсын деген. Да нет, все нормально. Так, ойдағыдай баға төмен қарай кетті. И және де біз $360 таза пайда таптық. Мына сучканы қарасаңдаршы, мына 260 деп тұр да мына жерде. 67%. А мына жерде 360 деп тұр. Көрдің ғой, $100 на ровном месте, ёбаный, срезали просто. Ну, это из-за того, что, короче, процент аз болады. Иногда сол рынок волатильный кезде, активный кезде, короче, проценттар резко түсіп кетеді, короче, 50%-ға, 60%-ға. Ну, так бывает. Но $260 өзі жаман емес, шүкір. Но придется нам добирать. Если бы мысалға менде 92% болғанда, выплата 2 сделкада мен бүгінгі уже видеоны ақтайтын едім, но все же бірақ судьба не на нашем стороне. Так что давайте еще поищем, короче, ситуацияларды. Вот өздерің көріп тұрғандай, вот торговлямызды торгуем как можем, короче, стараемся, да, максимально. У меня вот эта валютная пара, USD IDR. Так, не деген забор қозғалды мынау, сұмдық. Мынау енді более или менее. Көрдіңдер ғой? Разницасын қараңдаршы мысалға. Қан бағанағы. Короче, ажырата білу керек қой рынктағы. Свечаның өзіне қарап, рынкты түсінуге болады характерінше. Қандай қазір стадияда кетіп бара жатыр жалпы. Не қозғалыстар болып жатыр, қандай бізде рисктер күтіледі, соның барлығын бізде анықтай аламыз. Мысалы, мына жақта бізде адекватное движение, по идее. Но все же более или менее бір адекватностьтің уровенін бір 60% деп алсам болады мына жақта. 100% деп айта алмаймын. Мен бұдан да жақсы әдемі красивый графиктерді көргем, так что мына жақта бізде ішкі ликвидность бар, баға оны толтырды идеально fulfill 100%-ға. И қазір бізде қайтадан сыртқы ликвидностьке қарай барып жатыр. Өздерің көріп тұрғандай алгоритм, баға, рынок специально мына жақта бізде подсказка қалдырып кеткен как равные лайы ретінде. Это почему? Это потому что бізде баға осы жерге қайтып келеді, ликвидность шешеді. Вот сол үшін бізде специально қалдырып кеткен. И заодно бұл бізде обычная реакция от rejection блока, который сняла ликвидность. Вот. Снял ликвидность. Вот. Видишь, реакция алып кеткен жоғары қарай. Прям жақсы реакция алған, мына жаққа дейін келуге. Вот. Сорлы. Қазір бізде енді баға не болып қайтып жатыр қазір. Паттернді кетіп бара жатыр. Разворот басталып жатыр. Короче, бізде 1 минутқа кіреміз, подтверждение іздейміз. Так, бізде мына жақта қазір кратковременный разворот басталды. Өздерің көріп тұрғанда бізде свип болып жабылды бағам болжам теориясы бойынша. Келесі жоғары жақтағы хай, оны орындаймыз. Қазір біз примерно коррекция болуымыз мүмкін. Қай жаққа дейін? Мына жақтарға дейін примерно коррекция болуымыз мүмкін. Енді ближайший имбаланс мен көріп тұрған мына жақта тұр. Осы жерге дейін как минимум болу керек. Или мына жаққа дейін. Мы этого точно не знаем. Именно қай бағадан қанағаттанады рынок, біз оны біле алмаймыз да, короче. Но все же бірақ баратын факт есть факт. Осы жерден келіп мысалы импульс болуы мүмкін. Осы жерге бірінші корректировать етеді, одан кейін барып импульс. Или мына жаққа келіп, одан кейін барып импульс. Ничего не знаем. Так, бізде инвертировали диапазон. Понятно. Новая свеча шықты бізде. Так. Попахивайды разворотым, но все же бірақ көреміз асықпай. Просто бұл жерде бізде екі нәрсе бар да. Мына жақтан қазір закреп болып жабылсақ, бізде былай денемен да
жақсылап тұрып, онда значит бізде сәл баға тағы да жоғары қарай жүреді деген сөз. Потом барып разворот болады деген сөз. Ал тура ешіп алатын болсақ, қазір мына көріп тұрғандарындай, онда бізде разворот басталды деген сөз. Міне, көрдіңдер ме? Ешіп жабылсын, қазір сделканы ашып саламыз. Заодно бізде мына жақтағын на десерт тест болып кетті имбаланста. Вот. Мына жақтағын бірақ полностью заполнили. Так, давайте дайындалып отырайық. Сразу, чтобы... Опа. Мына бізде енді опасная зона бар. Это какая зона? Соңғы қызыл свеча. Төмен қарай кеткен свеча соңғы перед поглощением. Мына біздің ордер блок. Полностью осы диапазон, ордер блоктың диапазоны. Осы ордер блоктың диапазоны, қазір дұрыстап сызайыншы. Осы ордер блоктың диапазоны бізде мына қозғалысты жоғары қарай жібереді. Бірақ қай жаққа дейін білмеймін. Қай жаққа дейін сұрағыңа жауап, міне мысалы мына бізде RP бар. Reset point осы жерге дейін бару мүмкін. Айттым ғой, сука. Ну ничего страшного, қазір тағы да после подтверждения заказы береміз. Өзім сендерге постоянно айтып жүріп, өзім қалай ошибка жасағанымды сезбей қалғансың ғой. Как сам говорил, RP, яғни reset point, бірінші имбалансқа келген, мынау имбаланста бірінші толтырған высоколиквидная точка, зона, бұл бізде reset point. Чаще осы жерлерден бізде глобальный развороттар болады, негізі. Бізде закреп болып жабылды, келесі жоғары жақтағы хай, что-то мутно. Но төмен деп аша берсек уже болады. Но до конца, короче, күткім кеп жатыр мен. Ликвидный шешкенінше. Заодно қарашы, мысалға бізде рынок подсказка қалдырып кетті. Это какая подсказка? Смотри. Бізде мына жақта хай бар. И бұл хай бізде соприкасается. Мына жақтағы біздің ордер блокпен. Соңғы жоғары қарай кеткен свеча перед поглощением. Осы жерге келіп баға, короче, біздің логикамыз бойынша ордер блокқа тиіп, одан кейін барып уже идеальный разворот в зоне ордер блока должно начаться. Понимаешь? Ну, не знаю. Қазір мына бізде жоғары реакция аламыз ордер блоктан. И уже алып бастап кеттік. Потому что біздің диапазонның барлығы считается за ордер блок. Вот осы жердегі қазір топливодан бізде ликвидностьке дейін барады. Қарашы мен саған қазір просто предсказываю рынок. Ну, если хватит силы рынка. Иногда мысалға біз айтып тұрған өзінде рыноктың ол нәрсені істеуге қаражат жетпеуі мүмкін, мысалға. Енді күш жетпеуі мүмкін. Күш деген нәрсе любой жерде болады ғой. Так что қазір мына жақта закреп болғаннан кейін төмендеп сделка ашуға болады. Мына жақтағы бірақ ликвидность меня смущает. Реально. Негізі, по идее, мына жақта бізде закреп болмау керек еді. Просто осы көттей закреп үшін, короче, мен засомневался в своей торговле. По идее, бізде факт есть факт. RP шешілді өздерің көріп тұрғандай. Reset point мына жақтағы біздің именно. Вот, мынау жасыл шешті. Одан кейін уже бізде мына жаққа дейін де сделка аша беру керек, по идее. Да. Ну, көреміз қазір. Закреп бола ма, жоқ па? Если что, закреп болмаса, мен яққа дейін ашып беремін сделканы догон. Вот, видишь, сам подсказывает. Бір, екі сделка кетті жоғары қарай. Вот рыноктың өзі, короче, етіп, міне, ботам, күнім, айым, жұлдызым, құндызым, яққа барам деп көрсетіп тұрады ғой. Свечамен ше. Свеча ол 90% рыноктағы информация ғой. Сендердің сызып жүрген линия тренда барлығы свеча арқылы сызылады ғой негізі, по идее ше. Свеча негізі, японская свеча көп ақпарат береді, нарық жайлы ше, негізі. Вот именно сол последующий қозғалыс, яғни кейінгі қозғалыс қай жерге дейін бару мүмкін, соны осы свечаны өзіне қарап білсек болады. Но бүкіл неде емес та ол. Бүкіл случайда емес, потому что рынок қанша қаласа да бара алмайтын ситуациялар болады. Ну, қолынан келмейтін ситуациялар болады. Күші жетпейтін ситуациялар болады. Либо резко просто мысалға жоғары кететін жерде астыға қарай ордерлер көбейіп кетіп, короче, просто рынок құлап кетуі мүмкін. Ну, так бывает тоже. А что? Давайте параны ауыстырайық. Вот, қазір айтқан ситуация сол нелердің бірі ғой, короче. Вот, иногда сол именно сендерге айтқан нәрсем бағаны болжаудың теориясы да қателесуі мүмкін. Потому что сен ойлағандай нәрсе бола бермейді ғой рынокта, нарықта вот именно. Вот. Так что с этим надо смириться и продолжать работать, и все. Ол
жұмыстың бір бөлігі ғой минус деген нәрсе, ошибка деген нәрсе часть нашей работы. Так что так бізде факт имбаланс бар, толтырған бірінші зона бар, RP-ді бізде баға шеше алмады. 5 минуттық таймфреймде пока что ничего не понятно, но все же бірақ жоғарғы жақтарда бізде скопление ликвидности бар екенін мен көріп тұрмын, очевидно. Қазір бізде мына RP бар, осы жерден бізде баға уақытша жоғарыға кетуі мүмкін. Давайте сделка ашып көре салайын. 3%-ке 2 сделка ашсам вполне себе хватает. Ох, бля, қарсы екеуі бірдей ашылды. Сетім ұстамай қалды ғой заодно. Вот reset point деген нәрсе, order block сияқты нәрсе. Білмейтіндерге кішігірім түсіндіріп кете салайын. Прошлый өзің тұрған жақтардағы кез келген swing low, swing high, неважно просто, или свечаның осы ликвидностьін шешкен зона, мынау біздің reset point болады. И бұл жерден бізде баға бір рет немесе бірнеше рет реакция беруі мүмкін жоғары қарай. Но все же бірақ реакция вообще бермей қалуы да мүмкін, да? Вот. Но бірақ бұл бізде как зона поддержки. Обыкновенно просто и все. Бізде имбаланс толтырдық, сыртқы ликвидностьтің астыңғы жақта. Өздерің көріп тұрғандай үстінде астында ликвидность бізде до хрена. И именно қайсына баратын біз не можем узнать. В этом нам поможет. Только элементы, которые есть на графике. Мен сендерге неге оқыттым, бағана бұл жолын теориясын неге үйреттім, сол именно факттарды сопоставить етіп, үстіге астыға кететін бүкіл факттардың барлығын. Мынау негізгі бүйтіп сызудың қажеті жоқ, по идее. Но мен уже мысалы қазір рынокқа қарағанда, графикке қарағанда мен үстіге сделка ашып отырсам, специально мен астыға кететін факторларды іздеп отырмын. Астыға жіберетін, потому что мен удачаны емес, бірінші неудачаны ойлаймын. Одан кейін барып уже неудачаның барлығын ойлап болғаннан кейін уже только удача болатыны факт қой. Так что екі жақтара ойлану керек, жігіттер, қыздар. Так, бізде 3%-ден 2 сделка ашылды. Сауда вообще өте тамаша болды, по идее. Мойындау керек. Бізде 1 сделка ашылды, 2 сделка ашылды, 3-ші сделка минус, 4-ші сделка бізде минус, тагон сделкамыз 2 сделкамыз біздің имияқта бізде 6%. Пук! Так, кішігірім әңгімелесе тұрайық, и дальше уже видеоны аяқтайық. Бүгін кәдімгідей бір жақсы табыс таптық. Қазір мен білемін ғой, қазір кіретін болсам, короче, статистиканы көруге біраз обновить ету керек болады, так что кішкене уақыт соза тұрайық. Вот. И осы моментте мен сендерге қазір жаңа келгендерге лайфхакпен бөлісіп кете салайын. Жаңа келгендер болса міндетті түрде арнаға жазылыңдар, подписаться кнопкасын баса салыңдар, ол қиын ештеңкесі жоқ, қайшейін бір кнопка болды. Одан бөлек лайкты басып қолдасаңдар болады. Егер де осы видео бір миларыңа әйтеуір бір құрмысқадай, короче, бір түсінік берген болса, рынок жайлы, онда лайктарын міндетті түрде басып, және де жылы лебіздерін білдіріп кетсеңдер, мен бір қуанып қаламын. Және де бұл менің дальше жұмыс жасауым үшін мотивация болады. Ал трейдинг саласында мүлдем хабар жоқтар, біздің плейлистті көрсеңдер болады, YouTube каналда плейлист бар. Сол жерде менің сендер үшін түсірген тегін обучениелерім бар. Ол жерде сол smart money концепциясы жайлы базовый ақпараттар түсіндірілген, как бізде имбаланс, ордер блок, ликвидность деген не деген сияқты барлығы бізде айтылған. Одан бөлек менің командадан алдын бізде закрытый доступтан шығарған бағаны болжаудың теориясы бар, который сендердің полностью подтверждениелерінде, енді рынок сделка ашуларында не істейді, упрощает. Вот соны да қолдансаңдар болады жалпы. Ал енді біз статистикаға кеттік. 1, 2, 3, ой, сорлы санап үлгерген жоқпын ғой. 7 сделка ашылды, 57% бізде win rate. $1563 дейді. Қазір мен бір санап шығайыншы, жоқта сенбей тұрмын мен. Точно 7 сделка ашылды ма бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сделка ашылыпты. Но все же қазір мен көрсетемін. $1,500 бізде прибыль таптық, сондай, Сегодня 7 сделка, өздерің көріп тұрғандай 57% win rate. $1563 таза пайда тапқан екен біз. Ну все же лучше с прибылью, чем без, дейді ғой, короче. Шүкір, бүгінгі саудамыздың статистикасы осы.
видео ұнаған болса міндетті түрде анаған жазылып тіркелуді ұмытпаңдар. Тағы да айтылып айтайын, баршаларыңа рахмет. Командаға тегін қосылу үшін шексіз доступқа астында плейлист бар или қазір видеоның бетіне шығады, сол арқылы кірсеңдер болады. Баршаларыңа рахмет. Давайте.